Армысыздар. Ақын өз заманның арыжданы. Ол болашақ үшін өмір сүреді. Ал ақын әйелдер жанның құпиясын, арманын, махаббатын көп жазады. Ол жүрекпен жырлап, жүрекке жеткізеді. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз жыр әлеміне құлаш ұрған ақын Фариза Оңғарсынова. Телефон шыр етеді. Көйлегімнің желбіреп гүл етегі, жүгіремін, не пайда, сен емессің, тек қиялдау көңілді жүдетеді. Кешке дейін неше рет дірілдетіп, мәнсіз, әрсіз алаңмен күн өтеді. Телефон шыңғырса да, көтермеймін енді мен, қылғын сарна, жүрегіме тыныштық бермей қойдау, төбесінен бір қойып сындырсам ба? Әне тағы, сеніме қоңыр дауыс трубканы сүйіп тұрдым сонда. Фариза Оңғарсынова. Дәл қазір сіз бен біз халық жазушысы Фариза Оңғарсынова басқарып отқан Тұмар Республикалық әдеби көркем журналының редакциясымен таныс боламыз. Халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынова қазіргі таңда шығармашыл жастардың журналы Тұмардың бас редакторы. Осы кісінің бастамасымен 2008 жылдан бастап бұл журнал еліміздегі шығармашыл жастардың туындыларын жұртшылыққа насихаттау мақсатында жарық көріп келеді. 2011 жылы желтоқсанның 10 күні Тұмар Республикалық әдеби көркем журналы сайтының тұсаукесері болды. Сауытбек Абдрахман, ала отырған Несіпбек Айтылы секілді Уәлихан інім бар. Осы кісілер алғашқы кезде, осы ең алғашқы тұсауын кескен кезде де басқасында болып еді. Сондай ықыластарын білдіріп, өздерінің ниеттерін мен өте бүгінде солармен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Қазір бізге төніп тұрған, төбеден ғаламдық төніп тұрған қауіп деген қазақтың санасына, қазақтың ұрпағының санасына бір алапат күш. Соның арасында біз ұрпағымызды, жас ұрпағымызды, елімізді, ұлтымызды, қанымызды таза сақтап қалуда бір үлкен талпынысты осы журналдың бетінен көреміз. Фариза апайдың қол қойған журналы қазақ жастарының да, қазақ зиялы қауымның да ортақ басылым болады деп ой түйіп едік. Соған шынында да біз жеткен секілдіміз. Өйткені осы журналдың әрбір беттерін ақтарып отырсаңыз, жас ақыннан қазақтың атағы шыққан ғалымдары, ақындары автор болып отыр екен. Олар жастар туралы сөйлейді, жастар ағалары туралы пікір айтады. Яғни ұрпақтың сабақтастығы қалыптасып отыр. Тұмар аты солай болу керек қой деп ойлаймын. Сондықтан да атына заты сай журнал шығарған үшін сізге көп рахмет. Алғашқы сәттерден дизайнына қарап отырып, әсіресе флеш технология арқылы беттерді ауыстырып отыратыны шынында да журнал ақтарып отырғандай әсер береді визуалды. Бұл сайттың жақсылығы деуге болады. Содан кейін осы 3 жылдың ішінде шыққан 18 нөмірдің барлығы сайтқа салынған. Бұл тіпті Фәкеңнің, содан кейін Оңайлыдың үйінде ғана 18 нөмір текшеленіп тұруы мүмкін. Көп адамдарда үйінде сақтап қоймаған адамдардың өзіне әлдеқайда жеңілдігі болады. Оның тағы бір ерекшелігі бұл түрлі түсті сайттардың, егер адамның үйінде түрлі түсті принтер болса, олар кәрі онша қымбат емес. Сайттағы кез келген мақаланы немесе өлеңнің топтамасын түрлі түсті күйінде бастырып алуға болады. Тұмар Республикалық әдеби көркем журналы жас ақын жазушылардың, әншілердің, суретшілердің тұсауын кесіп, көпшілікке таныстырып келеді. Аңыз боп өткен абыз әжемді сағындым, тағы сарылдым. Сағынышында ағыза менді сапыршы жырды сағындым. Сәби күнімнен алдында өстім, әжетайымның ауына тағы да жүрші жанымда 5 күн. Батаңды берші жанғастық. Қалтаңда жүрген құртым бар еді. Құр қалдырмайтын ұртымды, көкшіл көзіңе сырдынған еді, тек қана білейміз сыртыңды. Әлдейін тыңдап әжемнің әр күнін. Санама сәуле жағылған, ұлтымның ұлы таземдім салтын, жатталып қалды жанымдан.